Қасым ағамен бұдан бұрын да осы дастарханда бір-екі рет дәмдес болған едім. Сол отырыстарда Батыр ағамыз коньякты үлкен фужер бокалға толтыра құйдырып, анда-санда ғана бір тартып жіберетін. Інілеріне, сендер андағы құрттай рюмкамен тост жібермей сілтегенде, менен көп ішіп қоясыңдар дегені ойымда қалыпты. Дәм үстінде сол есіме түсіп, мен асыл ападан Қасым ағаның коньякты үлкен фужермен ішкенін көрдім. Бұл қазіргі 70-тің жеркесіне шыққандағы құлаш сермесі. Ал Қасекем жас кезінде қалай ішуші еді? Мысалы, соғыстан келген кезінде деп Қасым ағаның хикаяларын суыртпақтай бастадым. Ол кезде ме? Ол кезде қазіргідей фужер, бокал, рюмка деген қайдан болсын? Тіпті стақанда жоқ. Қалайы күрішкенің өзі қат. Сондықтан банкімен ішетін. Банкімен қандай банка? Кәдімгі жарты литрлік. Сонда сол банкінің нешеуін ішеді? Бір отырғанда 5-6-ауын төңкереді ғой. Ол дегенің 5-6 бөтерге арақ қой. Мас болмай ма? Неге мас болмасын? Болады. Бірақ еш уақытта қайсы біреулер құсап буынынан, не есінен айырылып, бұлғаңдап, бұралаңдап, қисалаңдап көрген емес. Тіпті тілі күрмеліп, не сөзінен жаңылған жері жоқ. Қанша ішсе де маған ешбір көзін алартып, былапыт сөйлеп, не қол көтеріп, мастық мінез көрсеткені болған емес. Өзім де босқа келікпеймін ғой. Ағаң әбден ішіп болды-ау деген кезде, енді үйге қайтайық деп, қолтығынан ұстасам бір ауыз сөз айтпастан, орнынан тұрып, бұйдаланған бурадай болып жүре беретін. Ол кезде қазіргідей автобус, трамвай, такси деген сияқты қаптап жүрген көлік қайда? Қыл аяғы арбада жоқ. Туу қияндағы тастақта тұрамыз. Қаланың бір пұшпағынан екінші шетіне қарай жаяулап жетеміз. Сонда жол бойы бесеуі төбелес кездеспесе екен деп Құдайдан тілеп келе жатамын. Төбелес болса ше? Ойбай, онда ағаңды ұстап тұра алмаймын. Ешкімде ұстап тұра алмас еді. Қанша адам, кіммен кім төбелесіп жатыр, оған бәрібір. Сен бұлай тұра тұр деп мені шетке ысырып қойып, ақырып-бақырып, қызып жатқан төбелестің тура ортасына қойып кететін. Содан бәрін шетінен лақтырып, ұрып-жығып, құлатып, сұлатып, жайратып тастап, ал енді үйге қайтайық деп қасыма келетін. Таңғалатыным, әлгіндей төбелестен Қасым сап-сау болып айығып шығатын еді. Түрі мен сөзіне қарасаң тіпті түк ұрттамағандай. Төбелес десе жаны кіретін еді ағаңның. Дойбы. Қонаққа кешігіңкіреп келдім. Төрдегі креслода партизан жазушы Қасым Қайсенов. Түксиген қабағын ашып маған бір қарап қойды. Үйдің иесі ақын Тоқтарбек Қызықбаев пен дойбы ойнап отыр екен. Сәлемімді алар алмастан, ай Золотой, мынау ағаң аңқау екен, ұтылып қала береді, өзің келші деді. Отыра қалып кірісіп кеттім. Дойбымен бала кезде көп әуестенгенмін. Мектеп жасында аудан чемпионы болғаным да бар. Содан ба Қасым ағаны ет қызумен байқамай жөппелдете 5 рет ұтып жіберіппін. Сол-ақ екен, Қасекең Алтайдың қоңыр аюы сияқты қоңырайып, менің денсаулығым болмай тұрғаны деп, орнынан ыңыранып тұрып, ырғала басып, есіктен шығып жүре берді. Қаншама шаужайына жармассақ та қайырылып қарамады. Буы бұрқырап, ас үйде түсіріліп жатқан тамақ, тартылар бас, дастархандағы құюлы коньяк жайына қалды. Ошарылып, аңтарылып есік алдында біраз тұрған соң, қайта оралмасына көз жеткенде, үйге қуыстана кіріп, омалып отырып қалдық. Тоқтарбай ағам онсыз да алақандай екі көзі одан арман алайып, маған өмірінде бірінші рет суық қарады. Беу бауырым-ай, бір-екі рет ұтыла салмадың ба? Батыр адамды ренжітіп жібергенің болмады ғой. Ренжіп қалатын мен қайдан білейін? Ағаң аңқау екен, өзің кел деген соң, деп сөзімнің аяғын жұтып, кірпігіммен жер шұқыдым. Шынында да ұят болды-ау деп кетеуім кетіп, өкіне бастадым. Ол енді қайрылмайды, тамақты әкеле беріңдер деді Асыл апа. Үн-түнсіз үстел басына отырдық. Мұндайда тамақтан ас қалай өтсін? Ештеңе етпейді деп Асыл апа сөзге араласып басу айтты. Ағаларың өзін сыйлап қоғадай жапырылған елдің бәрін карта мен дойбыдан ұта-ұта
әбден жаман үйреніп алған. Сондықтан ұтып жібергенің өте дұрыс болды. Өзіне де сол керек. Егер де сен өтірік ұтылып, соныңды Қасым сезіп қалса, бұдан бұлай жек көріп кетер еді. Жалғандықты жаны жақтырмайды. Титтей көлгірлігін сезе қалған кісіні ол қайтып маңына жолатпайды. Қасым ағаң ренжіп кеткен жоқ, мен білсем. Інім мықты екен деп, қайта саған риза болып кетті. Абыржымаңдар, өзіміз-ақ отыра береміз деп, еңсемізді көтерер пікір айтты. Бұл сөз дүдәмәл ойды селткендей дәтке қуат болды.